Баршаңызға сәлем, мен Әлжанова Жанерке. Бүгін сіздерге қаржылық сауаттылық курсының бірінші сабағын өтетін боламын. Алдымен өзім туралы айта өтейін, таныстырып. Менің аты-жөнім Әлжанова Жанерке. Мен түрік тілі филологиясының бакалавры және ядерный медицина магистрантымын. Ал қаржылық сауаттылық бұл менің оқу ағартушы ретіндегі миссиямның бір бөлігі, өзіме мақсат ретінде қойған. Менің ұлтым қазақ, рухым, қаным қазақ және мен қазақстандықпын. Мен қоғамның біліміне, оның ішіне қазақ қоғамының қаржылық сауатының пайда болуы, оның дамуы, жалпы қаржылық сауатының артуына өз үлесімді қосқым келетін жанмын. Өзімді қоғам ағартушысы ретінде таныстырамын сол үшін, және осы мақсатыма сай қазіргі уақытта әлеуметтік желілерді осы тақырыпта дамытып жүрмін. Мақсатым қаржылай сауатты қазақ қоғамының, әсіресе қазақ жастарының қаржылай сауатының артуына үлес қосу. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұл қаржылық сауаттылық, ол не және ол не үшін қажет деген сұрақтарды талқылайтын боламыз. Жалпы 2023 жылдың өзінде қазақстандықтар алаяқтыққа алданып 144 миллиард теңгесін жоғалтқан екен. Ал қаржылық сауаттылықты үйренудің негізгі көзі қазақтар үшін, жалпы қазақ қоғамы үшін әлеуметтік желілер болып табылады. Өкінішке орай, 10 адамның біреуі ғана қаржылық білім үшін ақша төлеп оқуға дайын болса, ал 10 адамның 3-тен 1-і ғана арнайы курс арқылы оны тегін оқуға дайын екен. Енді әр айда орташа есеппен 10 адамның 2-і ғана бірдеңе жинайды, яғни бір какой-то қор жинайды, ақша жинайды. Сонымен қатар жалпы қоғамымыздың 15%-і 500 мың мен 1 миллион теңге аралығын жинақ қорының едәуір жинақталған сомасы деп есептейді екен. Бізде тек 11% адамдарда ғана жинақ қоры бар, то есть ақша жинайды, 11%-ымыз ғана. Ал 15% адамдар мен 500 мың теңге немесе 1 миллион теңге, именно теңге, доллар емес, осындай ақша жинайтын болсам, ол самый крутой жинақ болып есептеледі. Менен бай адам жоқ деп ойлайды екен. Бұл өте аянышты және қорқынышты көрсеткіш деп айтар едім. Сосын ойға сыймайтын жағдаяттар пайда болады. Осының салдарынан қаржылық сауаты жоқ және сауатын ашуға тырыспайтын, өзінің ақшасының есебін жүргізбейтін адамдар әлеуметтік желіде айтылған әр нәрсені тыңдап алады и өзінің қаржыға байланысты шешімдерін қалай болса солай қабылдай береді, сол нәрселерге сүйеніп. Соңында біздің қоғамда қаржылық сауатсыздықтың кесірінен қаржылай сауатсыз адамдар қаржылай мәдениетсіз, яғни ақшаның құнын түсінбейтін, өздері адал табыс тауып еңбектенуге тырыспайтын адамдарға көбінесе алданып қалып жатады. Жалпы олар оны қалай алдайды? Қаржылай сауаты жоқ адамға өзінің арманын сатады, яғни сен диванда жатып ақ бая бересің, бітпейтін бір капитал көзінен саған ақша түсе береді деген сияқты, либо какой-то бір финансовый пирамиданы жарнамалауы мүмкін. Ал ондай бесплатный сырдың тек мышеловкада болатындығын ондай адамдар білмейді, себебі олардың қаржылай сауаты жоқ және олар ол білімді алуға асықпайды. Енді бұл жағдайда біз не істеп қоғамымызды бұндай қауіптен қорғай аламыз деген сұрақ туындайды. Біз қаржылық сауатты айтып қана қоймай, оны отбасымызда қалай жүзеге асырамыз, біз қалай оны дамытамыз, ол үшін не оқып жатырмыз, не істеп жатырмыз, соның бәрін айтуымыз керек. Әлеуметтік желіден білім алуға тырысып, әлеуметтік желіде үлгі алуға тырысатын адамдар үшін әлеуметтік желіде біз осындай нәрселерді көбірек жарнамалап айтуымыз қажет. Үлкенімізден кішімізге дейін, кішімізден үлкенімізге дейін. Бізді кішкентайымыздан ақша қолдың кірі және ақша ол біздің ұмытылуымыз қажет ең соңғы нәрсе деп үйретеді. Дүниеқоңыз және сараң байлар ғана ақша туралы ойлап, сол туралы айта береді деп айтады. Бақыт ақшада емес дейді, бірақ бақыт ақшада. Шынайы болайық, денсаулық, отбасы амандығы, отбасы мүшелері, ата-ананың амандығы, бала-шаға деуіңіз мүмкін. Ол да бақыт, бірақ шынайы ойға қарайықшы, егер сізде ақша болса, осы айтылған жағдайлар, осы айтылған сіздегі өміріңізде бар құндылықтардың жақсы жағдайда болуы, олардың материалдық, былайша айтқанда қамтамасыз етілуі, ақша сізде болған жағдайда ол оңай шешіледі. Кез келген мәселе қазір ақшаға келіп тіреледі ғой. Сол себепті осындай құрамдастардың барлығының жақсы жағдайымен денсаулық, материалдық қамтамасыз етілуі ақшаға келіп тірелетіндіктен, ал біздің материалдық құндылыққа негізделген қоғамымыз бен дәуірімізде ең алдыңғы қатарлы қажеттілік ол ақша деп айтатын болсам, мен әсте артық айтпаған болар едім. Егер сіз қаржы түсініктерінің негіздерін, инвестиция негіздерін білетін адам болсаңыз, бюджетіңізді жүргізетін адам болсаңыз, былайша қаржылай сауатты адам болсаңыз, онда сіз іздеген курс бұл емес, сіз іздеген білім бұл жерде емес, бұл жерде база беріледі, бұл жерде базалық білім болады. Мен онда ойланып үйретемін сіздерде. Мен сізге Эйр Астана, Халық, Каспий сатып ал, солардың акцияларына ақша сал деген сияқты кеңестер айтпаймын, оны өзіңіз ойланып үйренесіз. Мен сізге қандай брокер ашу керектігін айтпаймын, жай ғана брокерларды таныстырып, олардың қандай бір-бірлерінен айырмашылықтары бар, бір-бірінен қандай артықшылық, кемшіліктері бар, және де қайсысы қай моментте сізден ақша жасап қалуға тырысатындығы туралы ескертіп айтатын боламын. Яғни түсіндіремін сізге. Одан бөлек
мен сізге 2-3 күнде барлық кредиттеріңізді жауып тастап ертегіде байып кетудің сырларын мен бөліспеймін, өйткені ондай сырлар жоқ, өйткені ол ертегіде болатын ғана нәрсе. Ондай өмірде болмайды. Мен сіздерді ақша туралы ойлауды, олардан қорықпауды, олар туралы айта алуды, ақшаны есептей алуды, жалпы олардың қалай жұмыс істейтінін және сізге қалай қызмет ете алатыны туралы түсіндіретін боламын. Бірақ егер сізге криптомен $100-дан $1 миллион жасауды үйрену сырлары қызық болатын болса, оны сразу айтайын, мен оны үйретпеймін. Жалпы вообще оны ешкім үйретпейді, үйрете алмайды. Ладно, ол туралы емес, енді біздің әңгімеміз вообще жалпы мен оны точно үйретпеймін деп айтқым келеді. Егер сіз байып кету жолдарын білгіңіз келсе, онда бұл сабақ сізге арналмаған. Бұл курста мен базаны үйретемін, базалық білім болады. Бізге отбасымызда ата-анамыз, барған мектебіміз, оқыған университетіміз, жұмыс берушілеріміз түсіндіру керек болған базаны мен осында түсіндіріп айтатын боламын сіздерге. Онлайн трейдинг, тез баю жолдары бұл жақта жоқ. Бұл жерде тек база. Жалпы соңғы 4 жылда Қазақстанда қаржылық сауаттылық деңгейі 39%-дан 41,2%-ға көтерілген екен. Мен бұның одан да асып өсіп кеткенін қалаймын, сол себепті мен осындай видео түсіріп отырмын қазіргі уақытта. Жалпы қаржылық сауаттылық деген не деген сұраққа жауап берейін. Қаржылық сауаттылық дегеніміз бұл өз қаржыңызды тиімді басқарудың жолы. То есть ақшаны сіз басқарасыз, ақша сізді емес. Бұл жерде бюджет, жинақтау, инвестициялау, кредиттер мен қарыздар, қорғаныс, салықтар, қаржылық жоспарлау сияқты терминдер бар. Олардың әрқайсысын ашып өтетін болсақ, бұнда бюджет дегеніміз ол өз табысыңмен, то есть өзіңнің отбасыңа келіп жатқан табыс, то есть кірісің мен шығысыңды жоспарлау, оны бақылау, осылайша қарыз бен экономикалық қиындықтардан аулақ болу. Жинақтау дегенге не жататын болса, онда финанстық резерв құру, яғни бір какой-то шот ашу, оны тиімді басқару жолдарын түсіну, ақша жинап үйрену. Одан кейін инвестициялау. Инвестицияның негізгі түрлері бар. Акциялар, облигациялар, алтын, тағы да басқа деген сияқты, және оларды басқару тәуекелдерін түсіну, олардың өзінің тәуекелінің түрлері де болады, біз вот соны қарастыратын боламыз. Одан кейін кредиттер мен қарыздар бөлімі. Бұнда кредиттерді, ипотеканы, кредиттік карталарды және қарыздарды тиімді басқаруды білетін боламыз. Осы тұста айтып кетер жайт, қарыз деген қарқысатқан нәрсе емес. Бізде жалпы егер адам ойбай менде қаржы жоқ деп шіреніп жыртылып мақтанатын болса, онда біліңіз, ол скорее всего қаржылай сауатсыз адам, чем қаржылай сауатты. Одан кейін қорғаныс бөлімі. Қорғаныс бөлімінде табысыңды сақтау, оны ұлғайту үшін қаржылық өнімдерді дұрыс таңдау, соларды үйренеміз. Салықтарға келетін болсақ, салықтар, оларды тиімді төлеу туралы негізгі бөлімді де қарастыратын боламыз. Қаржылық жоспарлау бөлімі, бұнда қаржылық мақсаттар қою, оларға жету стратегиясын әзірлеу деген мәселелермен айналысатын боламыз. Осы бөлімнің барлығына бір сабақтан арнайтын боламын бұйыртса. Енді қаржылық сауаттылық туралы айтар болсақ, қаржылық сауаттылық дегеніміз біздің ол қаржылық шешімдерді қабылдауға, қарыздың ауыртпалығынан аулақ болуға, қаржылық тұрақтылықта болуға, болашағыңды қамтамасыз етуге көмектесетін құрал. Бұл қабілет, осы терминдер мен анықтамалар біздің курсымыздың негізгі тақырыптары болады. Жаңа мен айта өткен бюджет, жинақтау, инвестициялау, кредиттер мен қарыздар, қорғаныс, салықтар, қаржылық жоспарлау деген әр бөлімге біз бір сабақта арнайтын боламыз. Енді айтқым келетін нәрсе, бұл Цицерон деген біздің кезіндегі 2000 жыл бұрын айтып кеткен керемет сөз бар екен. Адам байлығы оның кіріс көлемімен емес, әдеттерімен, өмір салтымен өлшенеді деп айтып кеткен екен. Бұл шындық және маңызды шындық болып есептеледі. Дәл қазіргі 2000 жыл өтіп кеткеннен кейінгі уақытта да актуалды шындық болып есептеледі. Және дәл қазір біз соны талдайтын боламыз. Қаржылай сауатты адам деген ол бай адам деген сөзді білдірмейді. Ал бай адам деген ол қаржылай сауатты дегенді білдірмейді. Вот соны ұғып алу керек адамдарға. Және де Оскар Уайлдтың айтқан сөзі бар. Жас кезімде ақша өмірдегі ең басты нәрсе деп ойладым. Қазір қартайдым және оның ақиқат екендігін түсіндім, білдім деген екен. Яғни бұл біздің ақша өмірдегі ең басты нәрсе емес деген біздің былайша айтқанда қағидаларымызды былай жойып жіберетін шындықтар. Бірақ советтік заманда осы сөздің атақты болмаған өкінішті әрине, өйткені бұның зардабын біздің ата-аналарымыз көрген, ол нәрсені бізге де сіңірген. Ақша бақытқа қарама-қарсы нәрсе және ол туралы айтқан дұрыс емес деген сияқты пікірлер де болған, және бізге де ол белгілі бір дәрежеде уже сіңген ғой, былайша айтқанда. Бірақ одан қорқудың қажеті жоқ деген біледі. Ақшадан қорқудың қажеті жоқ, ол туралы сөйлеуге қорқудың қажеті жоқ, ұялудың тем более. Жалпы советтік заманда бұл партия идеологиясы болғанға бәрі бірдей кедей болу керек деген. Бірақ қазір біз ол заманда емеспіз, сол үшін басымызды қараңғыдан шығарып, өз қалтамызды, ақшамызды санап үйренеміз. Сізден басқа сіздің ақшаңызды ойлап ешкім уайымдамайды. Ең бірінші шындықты айта өткім келеді сізге, осы курсты жалпы бастамас бұрын сізден басқа ешкім сіздің ақшаңызды ойлап уайымдамайды. Вот ешкім, ешқашан, мүлдем.
өз ақшаңызды және қаржылық жағдайыңызды сіз ғана ойлайсыз. Тек сіз ойлайсыз. Министрге сіздің ақшаңыз жоқ па, бар ма, бәрібір. Бастығыңызға ақшаңыз бар ма, жоқ па, бәрібір. Кімге бәрібір емес болса, ол енді сіздің анаңыз или жарыңыз болуы мүмкін. Егер сізде анаңыз немесе өзіңіздің махаббатыңыз бар болса, әрине сізге повезло. Олар реально сізді уайымдауы мүмкін, бірақ басқалардың бәріне бәрібір соны түсініп алуыңыз керек и қабылдауыңыз керек. Одан кейінгі айтқым келетін тағы да бір нәрсе, ол сіздің қаржылық жағдайыңыздың жақсаруы тек сізге және сіздің әрекетіңізге ғана байланысты. Сізге ғана және сіздің әрекетіңізге байланысты қаржылық жағдайыңыз. Сіздің басыңызды қараңғылықтан шығарыңыз. Өмір бойы как минимум 15-20 жыл жұмыс істеп, сосын сіздің бастығыңыз сол еңбегіңізді бағалап, сізді көтеріп, ақшаңызды бір 50 немесе 30 мыңға көбейтіп, соған разы болып жүретін уақыт уже өтіп кетті. Ондай уақыт жоқ. Қазір адамдардың как минимум 2-3 көз табыс көзі бар. Өз өміріңіздің былайша айтқанда зергері сіз өзіңізсіз. Өзіңіздің өміріңіз кітап болса, оның авторы сізсіз. Өз өміріңіз бен отбасыңыз болса, отбасыңыздың қаржылық кемесінің дұрыс жолда қозғалып, дұрыс жолда жүзуінің себепшісі және де лидері өзіңіз ғана дегім келеді. Мен сізге көтеніңіздің астына жылы жұмсақты төсеп қойып, сіздің басыңызға ақша немесе алтыннан жауын жауады деп күтіп, ойлап, өмірден бір күшті бір бақ пен успехті күтіп отырған болсаңыз, сіз өте ұзақ күтуіңіз мүмкін. Тіпті күтіп күз болып, өміріңіз өтіп кетсе де таң қалмаңыз дегім келеді. Тағы бір ащы шындық сіздің көкірегіңізді оятып, шамалы ұйқыңыздан оянуыңызға себеп болу үшін ақша әрдайым жетіспейді. Ақша жетіспеушілігі всегда болады, и бәрінде болады. Қазір біреу ойлауы мүмкін, мысалы, менің ақшам 200 либо 300 мың, ол 3-4 есе, либо миллион теңге болса, маған бәрі жететін еді. Мен ақша дегенде уайымдамайтын едім, уайым болмайтын еді, маған бәрі жететін еді деп ойласаңыз, сіз қателесесіз. Өйткені сізге 1 ай жетуі мүмкін, рахат өмір сүресіз, 2 ай жетуі мүмкін, максимум 3 ай жетуі мүмкін, бірақ одан кейін сізге 1 миллион теңге жетпей бастайды. 1 миллион теңге сізге уже дальше жетпей бастайды. Өйткені ақша ешқашан ешкімге жетіспеген, даже миллиардерлерге ақша жетіспейді. Әрине ішіп жеуге емес, енді кәдімгі кедей адамға қарағанда оларға бизнес ашуға немесе ары қарай масштабқа шығуға жетіспеуі мүмкін. Әр адамның өзіндік арман мақсаттарына қарай, оның қаржылық жағдайына қарай запростары да әртүрлі болады, қажеттіліктері. Оның арман мақсаттары әртүрлі болады. Оның деңгейге бөлінуіне байланысты, қажеттіліктерге байланысты ақша жетіспеуі ол норма. Ол қай уақытта болса да, сіз қаншалықты бай болып кетіңіз, не қаншалықты кедей болып кетсеңіз де, сізде ақша жетіспеушілігі болады. Бірақ бұл ақшаға ұмтылмау керек деген сөз емес. Ақша жинамау керек деген сөз емес. Бұл жетіспеушілік всегда болады. Просто әркімде әртүрлі нәрсеге ақша жетіспейді. Қалау мен мақсаттың деңгейіне сай түрде жетіспейді деген келеді. Мысалы, Илон Маск алайық, немесе басқа любой бір миллиардерлерге қараңызшы, просто өмірін оқып қараңыз, не знаю, оларға да ақша жетіспейді. Сіз жетседі деп ойлайсыз, жоқ, оларға ақша жетіспейді. Оларға ақша тамақтануға, киім-кешекке, ішіп жеуге жетуі мүмкін, бірақ олардың өзіндік бір арман мақсаттарына ақша жетіспейді. Олар сол үшін еңбектенеді, тынбай еңбектенеді. Олар көтенің астына жұмсақпен жылын төсек қойып, спокойно бір жерде демалып жүрген жоқ. Олар всегда жұмыс істейді. Қарасаңыз, всегда бір нәрсе жасап жүреді. Олар жұмыс істейді, тынбастан еңбек етеді өз мақсатына. Маған мындай ақша болса бәрі жететін еді деп ойлайтын болсаңыз, бұл өтірік, бұл сіздің санаңыздың ловушкасы деп айтқым келеді. Енді бұл пендешілікке де жатады ғой, бір жағынан алып қарайтын болсақ. Ал тіпті сіздің жолыңыз болып, мысалы деймін, резко, мысалы сіз прям резко байып кетсеңіз де, сіздің қаржылық сауатыңыз бен мәдениетіңіз болмайтын болса, онда сіздің өміріңіз мына адамдардікіндей болуы мүмкін. Айтып өтейін, Уильям Пост деген адам бар. Уильям Пост 1988 жылы Пенсильвания штатының лотереясынан 16,2 миллион доллар ұтып алған. Ол бірден бай, өмір салтын бастап, қымбат үйлер, көліктер, тіпті ұшақтар сатып алған. Алайда қаржылық сауаттылығы болмағандықтан ол ақшаны дұрыс басқара алмады. Бір жылдың ішінде ол 1 миллион доллар қарызға батып банкрот болды. Оның бұрынғы сүйіктісі оны сотқа беріп, 30-тың бір бөлігін талап етті. Ал ағасы тіпті оны өлтіру үшін киллер жалдаған. И сондай айып тағылған оған. Уильям 2006 жылы 62 жасында қайтыс болып жатқан кезде оның қалтасында ештеңе болмаған екен, оказывается. Прикиньте. И ол кейін лотереяны ұтып алған өкінем, бұл менің өмірімді құртты деп айтқан екен. Екінші мысал, Эвелин Адамс
Вот Эвелин Адамс лотерея тарихындағы ерекше оқиға, өйткені ол 2 рет ұтып алған. Вот өмірде жаңағы лотерея ұтып алу шансы негізі өте низкий болады ғой, вероятность, бірақ ол адам 2 рет қатарынан лотерея ұтып алған 85 жылы и 1986 жылы Нью-Джерси лотереясынан ұтып жалпы 5,4 миллион доллар алған. Бірақ ол ақшаны Атлантик Ситидегі казиноларға ойынға салып бәрін жоғалтқан. Ол қымбат өмір салтына үйреніп, достары мен туыстарына ақша шашып бастаған и қаржылық жоспарлаудың болмауынан ол 1990 жылдардың соңына қарай банкрот болған, кедейшілікте өмір сүруге мәжбүр болған. Вот қаржылық сауатсыздық және қаржылай мәдениеттің жоқтығы. Вот ақшасы бар адамдар, бірақ қаржылай сауатсыз. Қалай бір сәтте қайтадан кедей орнына түсе салды. Одан кейін тағы кімді айтуға болады? Майк Тайсон айтуға болады. 1980-90 жылдары ауыр салмақтағы абсолютті әлем чемпионы болған. Ол 20 жасында ең жас ауыр салмақтағы чемпион аталып, мансабы барысында шамамен 400 миллион доллар табыс тапқан. Бірақ қаржылық сауаттылықтың жоқтығы мен ысырапшыл өмір салты оны 2003 жылы 27 миллион доллар қарызбен банкроттыққа әкелген. Ол қымбат үйлер, көліктер, тіпті жолбарыстар сатып алған. Ойлаңызшы, жолбарыстар ақшаны оңды солды шашқан ғой, короче. И ол бір кездері 2 миллион долларға даже ванна сатып алған деген деректер бар екен. Майк Тайсон кейін мен ақшаны қалай басқару керектігін білмедім деп мойындаған екен кейбір сұхбаттарында. Одан кейін Шон Куин деген ирландиялық кәсіпкер бар. Кәсіпкер, который кәсіппен айналысып, өз капиталын өзі құрастырған адам. Ол 2008 жылғы Forbes журналы бойынша Ирландияның ең бай адамы атанған, и оның байлығы 6 миллиард долларға бағаланған екен. 6 миллиард долларды ол өз еңбегімен жұмыс істеп тапқан. Ойлаңызшы, ол лотереядан ұтпаған. Кейін ол 2008 жылғы әлемдік қаржы дағдарысы оның империясын құлатқан. Нәтижесінде Куин Групптың мемлекеттік банкке қарызы 1,85 миллиард долларға, ал Куиннің отбасылық қарызы 4 миллион долларға жеткен. И 2011 жылы Шон Куин банкрот деп жарияланған, тіпті түрмеге түскен екен осы қарыздарға байланысты. Жалпы өмірде бар ғой, таңғажайып сәйкестіктер, чудолар болып жатады ғой, бірақ ол өте сирек болады да, и скорее всего ол сізбен болмайды. Соны түсіну керек сізге. Қаржылық сауаттылық пен мәдениетті біз сол үшін үйрену керекпіз. Қаржылық мәдениет деген сөз бар, бұл ақшаны дұрыс басқаруға үйрену, оны үйрету, бұл қалай табыс табу, қалай үнемдеу, қалай жұмсау, қалай қарызсыз болу керек, қалай қаржылық проблемалармен қарыздардан аулақ болу керектігін білу екен. Ақшадан қорықпау және шын мәнінде оның қалай жұмыс істейтіндігін білу қабілеті, осыны қаржылық сауаттылық және қаржылық мәдениет деп айтамыз. Қаржылық сауаттылықтың негізгі постулаттары бар. Ең бірінші, ол ақшаның бәрін тиынына дейін жұмсап тастамай, бір бөлігін болашағыңа деп жинайсың. Бірінші жазып қойсаңыз болады осыны. Егер сіз ақшаңызды тиынына дейін жұмсап, айлықтан айлыққа өмір сүріп жүрген болсаңыз, онда сіз қаржылық сауаттылығыңыз құлдырап жатыр деген сөз, и сіз қаржылай сауатсызсыз. Ал егер сізде осы қасиет бар болса, онда құттықтаймын, өзіңізге бір звездочка қойып қойсаңыз болады, потому что сіз қаржылық сауаттысыз деген бір белгіні уже алдыңыз. Екінші белгі, бұл бірдеңе сатып алмас бұрын маған бұл точно керек па деп ойлану. Егер сіз осылай ойламайтын болсаңыз, демек сізде импульсивті түрде шопинг жасауға қабілет бар деген сөз, то есть потенциал, иә. И бұл қаржылай сауатты адамға тән емес қабілет, құбылыс, иә, бұдан құтылу керек. И үшінші қасиет, кредит алатын болсаң, оның шарттарын түсінесің және оны стрессіз төлей аласың. Үшінші қасиет, егер сізде бар болса, өзіңізге звездочка қойып қойсаңыз болады. Егер жоқ болса, жалпы көп адамдар қит етсе кредит алуға құмар біздің қоғамда. Кейбірі алып төлей алмай жүреді, тойға, киімге, телефонға деп қажетсіз түрде кредит алу, бұл вообще нормально емес. Соны түсіну керек, болу керек. Ал егер сізде ондай жаман әдет болмаса, құттықтаймын. Тағы бір звездочкаңызды қойып қойсаңыз болады. Вообще жалпы қазіргі қоғамда кредитпен күресу жағдаяты болып жатқандай көрінеді енді маған. Негізі кредит деген жаман нәрсе емес, бірақ оның жақсы түрі, жаман түрі деген болады, өзінің шарттарына байланысты, иә. Және алатын мақсатыңызға қарай да кредит жақсы жаман болып бөлінеді. То есть сіз егер керек емес нәрсеге алсаңыз, демек ол сіз үшін жаман кредит. Егер керек нәрсе үшін жақсы шарттармен кредит алатын болсаңыз, онда скорее всего бұл кредит сізге уже даже инвестиция ретінде де қызмет етуі мүмкін. Осының бәрін білетін болсаңыз, жалпы кредиттің жай ғана құрал екендігін, оны дұрыс пайдалана білу қабілеті болса, тіпті керемет. И сіз осының бәрін білетін болсаңыз, демек сіз кереметсіз, қаржылай сауаттысыз. Ондай болсаңыз, демек сіз білмеймін енді өзіңізге тағы бір звездочка қойып қойсаңыз болады. Егер сізде бұл қасиеттер болмаса, то есть сіз кредит туралы ақпарат білмейсіз, бірақ оңды солды кредит ала беретін, немесе жалпы кредит туралы тым білмесеңіз, демек сізде қаржылай сауат аз, и сізге оны дұрыстау қажет. Келесі,
қасиет бізде төртінші қасиет бұл ақшаны жастық астында емес, баксы түрінде немесе банка ішінде ғана емес, оны жұмыс істетіп көбейту жолдары бар екенін білесіз. Если сіз осының бәрін білетін болсаңыз, инвестиция деген нәрсенің бар екенін білетін болсаңыз, депозит, құнды қағаздар, жылжымайтын мүлік, акция, облигация деген нәрселер бар. Осының бәрін біз өтеміз. Бұйыртса алдағы сабақтарда осылардың барлығын жалпы шолу сізде бар болатын болса, демек сізде қажылық негіздері бар деген сөз. Егер жоқ болса, онда сізге осы курсты толық өтуге ұсынамын. Одан кейін 5-ші қасиет. Саған оңай ақша мен тез табысты уәде ететін алаяқтарға алданбайсың. Егер сен сондай болсаң, демек сен қаржылай сауаттысың. Егер сен ондай болмасаң, егер саған 200% саған табыс алып келеді деп успехті уәде ететін болса, оның таза тұзақ екенін білетін болсаң, онда сен қаржылай сауаты бар адамсың. Ал егер ондай нәрселерді білмесең, біліміңді кеңейтіп, тереңдету керек. И бұл курс сіздер үшін как раз таки. Және де біз бүгін енді мен айтып өткен қаржылық сауаттылық деген не, ол неден тұрады? Біз алдағы уақытта қандай тақырыптарда сабақтар өтеміз. Қаржылық сауаттылықтың маңыздылығы, адамның ақшасы көп болса да, бай болса да, ол қаржылық сауаттылықсыз тез банкрот немесе кедей қалпына қайта түсетіндігі туралы айта өттім деп ойлаймын, мысалдармен нақты түрде. Сіздерге сабақтың соңы келіп жеткендігіне байланысты тапсырма бергім келеді үй жұмысы ретінде, бірақ ескертейін, бұл тапсырма міндетті емес, бірақ желательно өздеріңіз үшін. Ең бірінші, өз оқиғаларыңызды жазыңыздар. Осында комментарийге немесе менің инстаграмымды белгілеп, маған жалпы сториста өздеріңіздің историяларыңызбен бөліссеңіз болады. Сіз өзіңізге қаржылық сауаттылық керек екендігін қалай түсіндіңіз және сізге осы сабақ несімен ұнады? Бұл бізде кіріспе бірінші сабақ қаржылық сауаттылық туралы түсініктер және ол не үшін керек деген. Соны айтып берсеңіз болады. То есть өз историяңызды айтасыз, сізге қаржылық сауаттылық неге керек екенін, қашан қалай түсіндіңіз және бұл сабақ сізге не берді. Екінші тапсырма, қаржылық сауаттылық пен ақша туралы кезінде сізге ақыл берген немесе бір нәрсе үйреткен адамдармен әңгіме дүкен құру. Мысалы, ақша қолдың кірі, ақшаға ұмтылмау керек, дүние қоңыз болмау керек, ақша өмірдегі ең басты нәрсе емес деп айтқан адамдармен тілдесіп сөйлесіп көріңіз по душам ше. Оларды язвить етіп немесе кінәлау мақсатында емес, өзіңіз үшін, жалпы өзіңіздің дүниетанымыңыз бен өзіңіздің мышлениеңіз үшін. Олар қалай қазір өмір сүріп жатыр, қаржылық деңгейлері қандай, өз өмірлеріне риза ма, өмірде қандай жетістікке жетті және жалпы қазір қалай ойлайды, ақша қолдың кірі ме, әлде бұл көп нәрсеге мүмкіндік беретін құрал ма? Сол туралы әңгімелесіп сөйлесіп көріңіздер. Бұл тапсырмалар өздеріңіз үшін және өздеріңіздің мышленияларыңыз үшін жаңа айтып өткендей. Және де рахмет, если досмотрели, және де рахмет, бірақ маған рахмет ретінде жазылыңыз, лайк басыңыз, қоңыраушаны басып, келесі сабақты күтіңіз. Вообще жалпы кез келген кері әрекетке, кері байланысқа мен риза боламын. Маған даже инстаграмға жазсаңыз болады, тіркеліңіз. Инстаграм, телеграм, тикток, ютуб каналдар менде. Соның барлығын тіркеп қойсаңыз, маған деген рахметті солай білдіресіздер. Осы келесі сабақтарда осылай форматта тегін өтетін болады. Рахмет тағы да. Соңына деген қараған болсаңыздар, лайк басыңыздар міндетті түрде. Сіздермен болған Әлжан Жанерке, келесі сабақта кездескенше.